Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз химия пәні, заттар және олардың қасиеттері. Балалар, бүгін біздер сіздермен жаңа пән химиямен танысуымызды бастаймыз. Химия пәні сіздерге бұдан бұрын таныс дүниетану, биология, физика, география сияқты жаратылыстану пәндерінің қатарына жатады. Бүгін сабақ өткізуге маған Бақытжан Қасымжан 9-шы химия сыныбының оқушысы көмектеседі. Химия заттарды, олардың қасиеттерін және заттардың бір-біріне айналуын зерттейтін ғылым. Химияның зерттеу объектісі зат. Заттар физикалық денелерді құрайды. Мысал, физикалық дене стаканды шыныдан, пластмассадан, металдардан, мысалы алюминийден, ағаштан, тағы басқа заттардан жасауға болады. Сол сияқты бір заттан әртүрлі физикалық денелер жасауға болады. Мысалы, шыны затынан ваза, стакан, колба, тағы басқа ыдыстар жасалынады. Пластмассадан шелек, табақ, кәмпиттердің бөлшектері жасалады. Алтыннан әшекей бұйымдарын тағы басқа заттарды жасауға болады. Заттардың бір-біріне ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсететін белгілері қасиеттері деп аталады. Мысалы, өзімізге таныс заттардың қасиеттерін қарастырайық. Ас тұзын қарастыратын болсақ, ас тұзының химиялық формуласы натрий хлор, бұның агрегатты күйі қатты, түсі ақ, суда жақсы еритінін білесіздер. Күкірт. Қатты зат, агрегатты күйі түсі сары, суда ерімейді. Этил спирті, кәдімгі спирт, бұл сұйық зат, түссіз, суда жақсы ерейді.